Сәлем YouTube, сіздермен бірге маған қызық арнасы. Бүгін көретіндеріңіз, Қытайда жасанды интеллект, яғни робот тележүргізуші эфирге шықты. Time Kettle компаниясы электронды тілмаш функциясы бар құлаққап ұсынды. Hi Mirror айнасы сізге кәсіби косметикалық кеңес беріп қана қоймай, бетіңіздегі әжім, қара дақтар, қызыл нүктелер сияқты косметикалық кемшіліктерді көрсетеді. Осы және өзге де қызықты жаңалықтар легімен бөлісетін боламыз. Ең алғаш рет Қытайда жасанды интеллект, яғни робот тележүргізуші эфирге шықты. Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency, my voice. Иә, бұл робот. Сіздің қазір былай деп айтқыңыз келіп тұрған шығар, иә? 惠娘 我是惠娘 Расымен роботты бір көрген сәтте адамға қатты ұқсайтынын байқаймыз. Роботтың бет пішіні Қытайдағы танымал жүргізушілердің бірі Тю Хаоның келбетіне ұқсатып жасалған. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, робот жүргізуші жаңалықтар бөлімінің толықтай мүшесіне айналып, тәулігіне 24 сағат ресми веб-сайтта және басқа да әлеуметтік желілерде жұмыс істей алады дейді. Кейбір деректерге сүйенсек, робот ағылшын және Қытай тілінде сайрай алады екен. Әлбетте, уақыт өте келе роботтың бейнесі одан сайын жақсарып, көгілдір экран алдында жасанды интеллектіні қарапайым адамнан айыра алмайтын күнде алыс емес. Әлемдегі саяхатшылардың негізгі проблемаларының бірі тілдік тосқауыл екенін білеміз. Біз дүниені кезіп, саяхаттап, шетелдіктермен әңгіме дүкен құрып сөйлескіміз келеді. Алайда өкінішке орай ағылшын тілін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Осы бір мәселенің өзіндік шешімін Time Kettle компаниясы ұсынды. Электронды тілмаш функциясы бар құлаққап. Алайда құлаққап осы бір жүйенің бір бөлігі ғана. Оның маңызды серігі смартфонға арналған бағдарлама. Өнертапқыштардың айтуы бойынша, осы бір құрылғының толықтай заряды 2 сағатқа дейін жетеді дейді. Девайстың 3 режимі бар. Атап айтсақ, стандартты, сұрақ-жауап және шулы орындарға арналған режим. Құрылғының артықшылығы сол, әр түрлі тілде бетпе-бет сөйлесуге мүмкіндік береді. So, how have you been? Да как ты? Отлично, я только что получила работу, на которую претендовала неделю назад. Excellent. I just got a job last week that I submitted. Электронды тілмаш қоржынында ағылшын, француз, неміс, қытай және жапон тілдері бар. Девайс 2019 жылдың қаңтар айында сатылымға шығады. Hi Mirror мини премиум сапалы камерасы бар планшет. Алайда ол жай ғана бейнеңізді көрсетіп қана қоймай, бетіңіздегі әжім, қара дақтар, қызыл нүктелер сияқты косметикалық кемшіліктерді көрсетеді. Ақылды айнаның 3 функциясы бар. Біріншісі бетіңіздегі косметикалық кемшіліктерді көрсету. 2. Оларды қалай кетіру жайында кеңес беру. 3. Табылған кемшіліктерді қалай макияжбен жасыруға болатыны жөнінде ақпармен бөліседі. Жақсылар, бүгінге осы. Әдеттегідей лайк батырмасын бірнеше рет басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі неше түрлі қызықтар бар. Сол себепті біздің каналға тіркеліп, мына бір қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сонымен жақсылар, қош, сау болыңыздар. Бәрі деч, бәрі музыка, бәрі скриптонит, бәрі 91. Қайдағы алтын, бәрі бриллиант, бәрі Джеймс Бонд, бәрі құпия. Follower, follower, hi, hi, follower, 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 hi, hi, follower, 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 hi, hi. Бәрі деч, бәрі музыка.